Армысыздар, құрметті көрермен, сіздермен бірге елге қызмет бағдарламасы бүгінгі шығарылымда азаматтарға көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапасы мен қолжетімділігі туралы сөз қозғаймыз. Біздің бүгінгі қонағымыз Жезқазған қаласының жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі мемлекеттік мекемесі басшысының міндетін атқарушы Мақпал Байыршаева. Жалпы қала тұрғындарын жиі толғандыратын мәселелердің бірі осы жер телімдерін рәсімдеу, құрылыс жүргізу, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік қызметтер. Енді осы бағыттар бойынша бір толық ақпарат беріп жіберсеңіз. Сәлеметсіздер ме көрермендер, Жезқазған қаласының жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі мемлекеттік мекемесі 2024 жылдан 26 тамызынан бастап бірге жұмыс атқарып келеміз. Жезқазған қаласының жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы мемлекеттік мекемесі барлығы 18 мемлекеттік қызмет түрлерін көрсетеді. Оның ішінде жер учаскесін жалдау мерзімін ұзарту мемлекеттік қызмет түрі, мемлекеттік қызмет көрсетілімі 10 жұмыс күні ішінде қаралады. Жер учаскелерін қалыптастыру жөнінде жерге орналастыру жобаларын бекіту, яғни бұл электронды түрде 4 жұмыс күні ішінде қаралады. Жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгертуге толық шешім беру. Бұл бізде екіге бөлінеді. Егер ауыл, кент жер учаскесі орналасқан болса, онда 16 жұмыс күн ішінде, қала ішінде орналасқан жер учаскесіне 8 жұмыс күн ішінде қаралады. Іздестіру жұмыстарын жүргізу үшін жер учаскелерін пайдалануға рұқсат беру мемлекеттік қызметі 10 жұмыс күн ішінде қаралады. Ауыл шаруашылық алқаптарын бір түрден екінші түрге ауыстыруға түпкілікті шешім беру 30 жұмыс күн ішінде қаралады. Жер учаскелерінің бөлінетіндігі немесе бөлінбейтіндігін айқындау туралы мемлекеттік қызметі 15 жұмыс күн ішінде қаралады. Жер учаскесінің жеке меншікке ақысын бірден төлеу немесе бөліп төлеу мемлекеттік қызметі 5 жұмыс күн ішінде қаралады. Одан кейінгі жер учаскесін алу үшін кезекке тұру ИГО порталы арқылы жүзеге асып, 20 минут ішінде жер учаскесінің кезеңіне тұруға мүмкіндік бар. Одан кейінгі мемлекеттік қызмет түрлері кент, ауыл жерлерінен жер учаскелерін беру. Бұл мемлекеттік қызметі түрі де 2 этаптан тұрады. Бірінші кезеңі 28 жұмыс күн ішінде қаралса, екінші кезеңі 3 жұмыс күн ішінде қаралады. Сауда-саттықты, конкурстарды, аукциондарды талап етпейтін мемлекеттік меншіктегі жер учаскелерін қалыптастыру мемлекеттік қызметі, мемлекеттік қызмет түрлі 30 жұмыс күн ішінде қаралады. Жер учаскесін жалдау шартының телнұсқасын беру 2 жұмыс күн ішінде қаралады. Жақсы. Жезқазған қаласының жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы саласында қандай мемлекеттік қызметтер көрсетіледі? Сәулет және қала құрылысы саласында 5 мемлекеттік қызмет түрі бар. Оны атап айтсақ, сәулет жоспарлау тапсырмасы мемлекеттік қызметі 13 жұмыс күн ішінде қаралады. Эскиздік жобаны келісу мемлекеттік қызметі 10 жұмыс күн ішінде қаралады. Объектілерді кейіннен кәдеге жарату немесе бұзу, құрылыстарды қалпына келтіру бойынша мемлекеттік қызметі 7 жұмыс күн ішінде қаралады. Жылжымайтын мүлік мекен жайларын атау, беру немесе тарату анықтамасын беру 3 жұмыс күн ішінде қаралады. Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу, мемлекеттік қызметі 1 жұмыс күн ішінде қаралады. Келесі сұраққа көшсек, құрылыс жұмыстарын бастау үшін ең алдымен қандай қызмет түрлері көрсетіледі? Құрылыс жұмыстарын бастау үшін ең алдымен біздің бөлімде сәулет және қала құрылыс саласында сәулет жоспарлау тапсырмасын алу қажет. Ол дегеніміз gov.gk сайт арқылы жүзеге асырылады. Оған қандай құжаттар керек десеңіз, мысалы қала құрылысқа рұқсат алу, оған өтінім жіберу, жер учаскесін растайтын құжат міндетті түрде. Бұл мемлекеттік қызметті атқару күні 13 жұмыс күнге дейін атқарылады. Қызмет көрсету тегін көрсетіледі бізде. Жақсы. Ал жер кезегінде тұру үшін не істеу керек? Жер кезегінде тұру үшін Қазақстан Республикасының азаматтары 18-ден асқан азаматтар жер учаскесіне кезекке тұруға құқығы.
Ол үшін егов порталы арқылы өтінім беру керек. Электронды цифрлық қолтаңба кілті қажет. Яғни айтамыз ғой, ЭЦП кілті қажет. Сол арқылы өтінім беріп, 20 минуттың ішінде кезекке тұруға болады. Енді қазіргі таңда кезекке тұрып жатқан адамдар? Қазіргі кезекке тұрып жатқандар Жезқазған қаласы бойынша өте көп. 8500-ден артық адам тұрады қазір. Яғни осы онлайн түрде, иә? Онлайн түрде. Қазір 2022 жылдан бастап бізде кезекке тұру бәрі онлайн түрде, электронды болғандықтан қазір барлық азаматтар тұрып жатыр. Жақсы, Мақпал ханым, берген пайдалы ақпаратыңызға рахмет. Бүгінгі сұхбат барысында жер қатынастары, құрылыс және қала құрылысы саласындағы маңызды мәселелер бойынша ақпарат алдық. Құрметті көрермен, мемлекеттік қызметтер туралы толық ақпаратты тиісті мекемелерден және электронды мемлекеттік қызмет порталдары арқылы алуға болады. Сіздермен бірге елге қызмет бағдарламасы болды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.